Барлықтарыңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бұл каналда сіздер ағылшын, корей немесе түрік тілдерін нөлден бастап қалай үйренуге болатынын білетін боласыздар. Ең алдымен мен ағылшын тілі туралы нөлден бастап қалай сөйлеу керек, әріптерді, дыбыстарды қалай оқу керек, сол туралы алғашқы 2 сабақты шығарған болатынмын. Егер нөлден бастап үйреніп жатқан болсаңыз, онда сол алғашқы 2 сабақты көріп шығуға сіздерге кеңес беремін. Ал егерде сізде одан да жоғары продвинутый уровень болатын болса, онда менде IELTS-ға дайындалатын және басқа да видеолар бар, және де қосымша тағы да видеолар шығаратын боламын. Ал бүгін 3-ші сабағымызды бастайық, олай болса кеттік. Бүгінгі 3-ші сабақ бізде ағылшын дыбыстарының оқылуы болады. Алдыңғы сабақта біз дауысты дыбыстардың қалай оқылатынын білген болсақ, келесі сабақта енді ағылшын дыбыстарының оқылуын бүгін қарастыратын боламыз. Жалпы сөйлеу мүшелері туралы айтып өтейік, сөйлеу мүшелері және олардың жұмысы. Мұнда суретте көріп тұрғандарыңыздай, ағылшын дыбыстарын дұрыс айтуды үйрену үшін сіздер сөйлеу мүшелерін түсінулеріңіз керек. Және белгілі бір дыбысты айту кезінде сөйлеу мүшелері қандай позицияда болатынын білуіңіз керек. Ауыз қуысында суретке назар аударамыз. Тіл, таңдай, ауыз қуысын мұрын қуысынан бөледі, тістер мен ерін орналасқан. Әдетте тіл шартты түрде келесі бөліктерге бөлінеді: тілдің ұшы, тілдің алдыңғы бөлігі, ортаңғы бөлігі және тілдің артқы жағы. Таңдайға альвеолалар, яғни жоғарғы тістердің артындағы кішкентай төмпешіктер, қатты таңдай және жылжымалы жұмсақ таңдай кіреді. Ал дауыс сымдары бізде көмейде орналасқан, яғни голосовые связки дейміз орысша айтқан кезде. Ол көмейде бізде орналасқан. Дауыссыз дыбыстарды айтқан кезде бұл сымдар шиеленіспейді, яғни бір-бірімен тоғыспайды және бір-бірінен алшық орналасады. Дауыссыз дыбыстарды айтып көреміз, мәселен, Т деген әріпті айтайық, ағылшын тілінде. Ал дауыс сымдары шиеленіскен кезде оларды ауа ағыны қозғалысқа келтіреді, дірілдей бастайды. Яғни дауысты әріпті айтқан кезде сіздердің голосовой связкаларыңыздағы ауа ағымдары оларды дірілдетеді. Ей деп. Дәл қазір сіздер көмейлеріңізді ұстап, яғни мына тамақтарыңызды ұстап, бірге дауысты және дауыссызды айтып көрсеңіздер болады. Дауысты ей деп айтқан кезде мұнда голосовой связка дірілдегенін байқаймыз. Т деп айтатын болсақ, ол қысқа болады және мұнда дірілді байқамаймыз. Яғни сіздер қолыңызды осылай көмейге тигізіп байқап көрсеңіздер болады. Сондай-ақ ағылшын тіліндегі дауысты дыбыстар, монофтонгтар және дифтонгтар бар. Мұнда дауысты дыбыстарды келесі суретке назар аударайық, яғни ағылшын тіліндегі дауысты дыбыстар. Жалпы дауысты дыбыстардың дыбысталуы қандай болады? Мұндағы дауысты дыбыстарға назар аударайық. Яғни монофтонг деген бұл дауысты дыбыстар. Олар айтылған кезде сөйлеу аппараты белгілі бір тұрақты позицияны сақтайды және артикуляция өзгермейді. Ал дифтонг дегеніміз олар 2 түрлі элементтерден тұратын дауысты дыбыстар. Дифтонгты айтқан кезде сөйлеу мүшелері бірінші элементке орналасады, содан кейін екінші элементке тегіс өтеді. Яғни ұзағырақ, айқынырақ айтылады деген сөз. Сондай-ақ мұнда транскрипциядағы қос нүкте, әрбір дыбыстың соңында мұндағы суреттегі қос нүктеге назар аударайық. Ол ағылшын тіліндегі дауысты дыбыстардың ұзақтығы дегенді білдіреді. Яғни ұзақтықтағы көптеген қателіктер мағынаның бұзылуына алып келеді. Мысалға, sheep кеме, не болмаса sheep деген ұзынырақ транскрипцияны алатын болсақ, sheep деген қошқарды білдіреді, ал sheep деген сөз кемені білдіреді. Сондықтан 2 қос нүкте қойылған кезде дыбыстарды ұзағырақ қылып айтуды ұмытпаймыз. Ең бірінші I деген дыбысқа назар аударамыз. Бұл ең бірінші бізде 2 әріп feel, read деп тұр, яғни ұзартылып оқылады. 2 әріптің қосылуы бізде дифтонгты береді. Feel және read деген қос нүкте тұрса ұзартылып оқылады деген сөз. Екіншісі you need және wind деген сөздер. Назар аударамыз. Мұнда и қысқартылып оқылады, ешқандай ұзағы жоқ. И дегенді қысқартып оқылады. You need және wind. Үшінші, мынау үшінші суретте у әрпінің дыбысталуы. U, put және look.
Мұнда назар аударсаңыздар, ю әріпі у болып өзгеріп кетті, және екі о әріпі ол да у болып өзгеріп кетті. Егер сіздер мұнда пут деген сөзде неге пут болып өзгеріп кеткенін білгіңіз келсе, онда алдыңғы сабақты қараңыздар. Екінші сабақта әріптердің алфавиттегідей және алфавиттегідей емес оқылуы туралы айтқан болатынмын. Келесі noon, blue. Мұнда да у әрпі, бірақ бұл ұзартылған у әрпі, қасында екі нүкте тұр, сол себепті ұзартылып оқытылады. Noon, blue. Келесі bed, desk. Е әрпі өзіміздің қазақ тілінде е әрпіне ұқсайды, ол да е болып оқылады. Bed, desk. Келесі әрпі, бізде қазақ тілінде де әрпі бар, сол себепті бұларда да again, under. Мұнда е әрпі неге болып оқыды десеңіздер, себебі мұндағы түскен ударениеге байланысты. Under. Келесі work, burn. Яғни о және ар әріптері, ю және ар әріптерінің қосындысы бізде work. Р-ны біз ағылшын тілінде толығымен р деп айтпаймыз. Жай ғана тілдің ұшымен толық р демей р деп қана айтамыз. Work және burn. Мынау транскрипция work, burn деген екі дифтонгтың қосылуы осылай оқылады. Келесі small, morning. О әріпі, бірақ бұл ұзартылып оқылатын о әріпін білдіреді. Small, morning. Келесі bad, exam. Бұл да әріпінен жаңағы айтып өткен әріпіне ұқсайды. Bad және exam. Транскрипцияның оқылуы осылай. Келесі мынау а деген дыбысты білдіреді, яғни транскрипцияда мынаның барлығы көрсетіліп тұрғандар көкпен. Бұл транскрипция, яғни сіздер кез келген сөзді ертеңгі күні жаттаған кезде қасында төрт бұрышты жақшаның ішінде қалай оқытылатыны жазылып тұрады. Сол транскрипциядағы дыбыстар мына осыны жаттап естерімізге сақтап аламыз. Not және cut деген сөздер. Келесі dark, R. А әріпі, бірақ ұзартылып оқытылады. Dark, R. Dark деген қараңғы дегенді білдіреді. Not, wash. О әріпінің оқытылуы ең соңғы дыбыс ол о әріпі. Not және wash деген сөздер. Келесі суретке назар аударамыз. Бұл дауыссыз дыбыстардың оқылуы. Және назар аудара кететін бір нәрсе, ағылшын тіліндегі дауыссыз дыбыстар біздің қазақ тілі не болмаса орыс тіліндегі дауыстарға қарағанда кішкене энергиямен, кішкене қаттырақ айтылады. Мысалға, М деген дыбысты айтқан кезде еріндеріміз тығыз тиіп қатты айтылады. Ал орыс тілі не болмаса қазақ тіліндегі М деген әріпті айтқанға қараған кезде ағылшын тілінде кішкене қаттырақ және энергичнее, яғни дауысты қаттырақ шығарып айтылады. Ағылшын тіліндегі қатаң дауыссыздар орыс не болмаса қазақ тілдеріндегілерге қараған кезде соңында көптеген күшпен айтылады. Мысалда bad және bad деген екі сөздерді алатын болсақ, мұнда bad сөзінің соңында т деген әріп тұр, яғни ол қатаң. Оқыған кезде bad деген жаман деген сөзді білдіретін болса, bad ол летучая мышь дегенді білдіреді, яғни сөздің соңындағы екі әріпті бір-бірімен шатастырмай оқу керек. Ал егер шатастырып bad және bad дегеніңізді bad деп оқитын болсаңыздар, онда екеуінің де мағынасы бір болып кетеді. Сол себепті қатаң дауыссыздарды сөздің соңында қатты қылып оқимыз. Және де мұнда суретке назар аударатын болсақ, ағылшын тіліндегі дауыссыз дыбыстар, яғни транскрипцияның ішінде дауыссыздар қалай оқылады? Ең бірінші П дыбысы pen және help қалай тұр, дәл солай оқылады. F дыбысы fine, gift болып оқылады. Т hotel, tree. Және мынау біздің қазақ тіліндегі өге ұқсаған дыбыс ол ө емес с деп оқылады. Кәдімгі сақауланған кезде с деп айтатын болсақ, дәл солай тілімізді алдыға шығарып с дегенді айтамыз. С, бірақ тілді алдыға шығарып тіске тигіземіз. Th. Бұл th дегенді білдіреді. Think, nothing. Келесі, мынау т және ч әріптерінің қосындысы ч дегенді білдіреді. Each, much. Мұнда c және h әріптері сөздегі екі әріп қосылған кезде
Ч деген біздің бір дыбысты білдіреді, оқылуы ч болады. Келесі S әрпіміз sit және place. Мұнда C алфавиттің басындағы үшінші әріп C әріпі С болып кетті. Оны кейінірек сіздерге түсіндіріп өтемін келесі сабақта. Неге С, қай кезде С және қай кезде К болып оқылатынын түсіндіремін. Ары қарай Ш. Мынау S және H әріптерінің қосындысы бізде Ш деген дыбысты береді. Ship және fish. Fish дегеніміз балық деген сөз. Келесі К әрпі. Cold және park. Мұнда C әрпіміз К болып кетті. Оны да келесі сабақта түсіндіремін. Beef, без. Келесі В дыбысы very, 7. Д дыбысы they, kind. Келесі мынау транскрипциямыз бізде Д төбесіне сызықшасы бар бір З дегенді білдіреді, яғни Т және H әріптері қосылған кезде бізде З әрпін береді, З дыбысын береді. Then, weather. Weather дегеніміз ауа райы деген сөз. Ал мұндағы G әрпі, мынау транскрипция G дегенді білдіреді, G дыбысы. H, language. Z дыбысы zero, zoo. Келесі мынауда Z дегенді білдіреді, pleasure, measure. Z мен Ж-ның қосындысы былайша айтқан кезде, оқыған кезде S деп оқымаймыз, Ж деп оқимыз, pleasure және measure. Келесі суретке назар аударамыз. Г, gold және bag. Мұнда бұл әріпіміз бізде Г болып оқылады. Кейбір кездерде G болып оқылады. Оны келесі сабақта түсіндіремін. Gold және bag. H әріпі Х болып оқылады. He's, here. M, man, swim. N, name, finish. Келесі мынау бізде құйрығы бар N әрпі біздің қазақ тіліндегі Ң әрпіне ұқсайды. Sing, thing. Sing дегеніміз өлең айту, яғни бізде N және G мына екі әріптің қосындысы Ң деген дыбысты береді. Оқыған кезде әрдайым Ң деп оқимыз. Sing және thing. Келесі R дыбысы. Red, very. L, long, full. Мынау W деген әріп, бірақ оқыған кезде U деп оқимыз. Will, window. Мынау J деген әріпі емес, бұл E болып оқылады. Ear, yes. Яғни бұл дауыссыз дыбыстардың оқылуы болатын. Келесі дифтонгтардың оқылуына назар аударайық. Дифтонг дегеніміз бізде екі дыбыстың дыбысталуы, яғни дифтонг деген қос дегенді білдіреді. Ең біріншісі, дәл қалай жазылып тұр, ия деп тұрса, дәл солай ия деп оқимыз. Real және beer. Мұнда е және а әріптерінің қосындысы және екі е әріптерінің қосындысы ия деген дыбысты береді бізге. Real және beer. Келесі A деген дыбыс. Say, table. Мұнда алфавиттің басында тұратын A әріпі оқылған кезде A болып оқылады. Say және table. Мынау уа деген дыбыс. Tour, jewelry. Tour. Яғни О және Ю әріптерінің қосындысы және Ю әрпі жалғыз өзі тұрған кезде осылай юа болып оқылады. Tour, jewelry. Келесі Ой деген дыбыс. Суретте көріп тұрғандарыңыздай О және И әрпінің өздеріне ұқсайды, бірақ бұл дыбысталуы ой болады. Boy және noise. О және Y әріптерінің қосындысы және О мен I әріптерінің қосындысы ой болып оқылады. Келесі 5-ші дифтонгқа назар аударамыз. Coat және flow. О деген, яғни Оға да ұқсайды, Өге де ұқсайды, екеуінің қосындысы деп түсінсеңіздер болады. О деп оқылады. Coat, flow. Келесі air, where, there. Е және әріптерінің қосындысы where және there болып оқылады. Келесі дифтонг I болып оқылады. Five және my. Мұндағы I әріпі I болып оқылса, Y әріпі де I болып оқылады. Келесі ең соңғы дифтонгымыз O, how, cloud. А және U әріптері қосылған кезде
ау болып оқылады. How cloud. How cloud. Тағы да қайталап өтемін достар, шатастырып алмаңыздар. Мұнда төбесінде бір түрлі ағылшын әріптеріне ұқсамай басқаша жазылып тұрған нәрсе ол транскрипция, яғни дыбыс. Қалай оқу керек, әріптердің қалай дұрыс дыбысталуы осы төбедегі көк суретте көрсетілген. Ал астындағы сөздер ол мысалға келтірілген сөздер және әріптер. Егер де түсініксіз болған жағдайда, достар, басынан бастап қайтадан қарап шығуға кеңес беремін. Не болмаса, сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер, міндетті түрде жауап беремін. Енді келесі мысалға қарайық, мысалды оқып шығайық. Мына жерде ағылшын дыбыстарының қалай дұрыс оқылуы осы жерде мысалда жақсы көрсетілген. Менімен бірге қосылып оқимыз, достар. The village of Styles Saint Mary was situated about 2 miles from the little station, and Styles Court lay a mile the other side of it. Сөйлемді аударып шығамыз. Сент-Мэридің Сильдер ауылы, яғни Стайлс деген ауылы шағын станциядан 2 миль қашықтықта орналасқан, және сол Стайлс деген сот оның арғы жағындағы 1 миль жерде орналасқан. Келесі сөйлем. It was a still warm day in early July. Бұл шілде айының басындағы тыныш жылы күндердің бірі болды. As one looked out over the flat Essex country, lying so green and peaceful under the afternoon sun, it seemed almost impossible to believe that not so very far away, a great war was running its appointed course. I felt I had suddenly strayed into another world. Мына жердегі төбесіндегі үтірлер не нәрсе екен деп қорықпаймыз, достар. Бұл екпін дегенді білдіреді. Яғни оқыған кезде қай жерге екпін ударенияны қалай дұрыс қоямыз, қай жерін кішкене көтеріп оқимыз, сол белгіленген. Аударып шығатын болсақ, бұл Эссекс деген жердің жазық жерінде жасыл және түстен кейінгі күннің астында бейбіт, мұнда қате аударылып кеткен, бейбіт емес, яғни ешқандай уайымсыз, қайғысыз жатқанына қарап, ұлы соғыс осы жерден алыс емес жерде өзінің арнасы бойынша ағып жатқанына сену мүмкін емес болып көрінді. Яғни бұл соғыс кезіндегі жазылған мысалдардың бірі, яғни сол кездегі осы нәрседен алыс екеніне біз сенбестей болдық дейді, және кенеттен басқа әлемге адасып кеткендей болдым дейді. Мұндағы мысалға назар аударатын болсақ, көптеген сөздер жаңағы айтқан біздің транскрипцияларымыздың барлығы мына жерде қалай оқылу керектігі жазылған. Бұл мәтінді менімен бірге тағы да басынан бастап қосылып оқып шықсаңыздар болады, достар. Бұдан кейін басқа да мысалдар беретін боламын. Ал бүгінге сабағымыз осымен тамам, осы жетеді деген ойдамын. Келесі сабақта енді сіздерге қалай қателеспей сөздердің әріптерді бір-біріне қосқан кезде қалай сөздерді дұрыс оқу керектігін түсіндіріп өтетін боламын. Яғни сабақты соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Осымен сабақ бітті. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, және каналда көптеген видеолар болады. Колокольчикті басып күтіп отырыңыздар. Мен барлық сабақтарды жасауға тырысып жатырмын, және тезірек шығаруға тырысамын. Ал сіздер пока ол сабақтар шыққанша корей тілін нөлден бастап үйрене берсеңіздер болады. Корей тілінің де сабақтары бар. Оны плейлисттерден қарап таба аласыздар. Яғни плейлисттерде корей тілі, ағылшын тілі, нөлден IELTS, TOEIC деп бөлінген. Сол жерден қарап керек видеоларды таба аласыздар. Олай болса, келесі видеода кездескенше, достар.